Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз ет пен тұздалған қиярдан керемет салат жасайтын боламыз. Егер сіздерге осы көріп тұрған салат ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Сонда алдағы уақытта әрбір дайындалған менің тағамымды бірінші болып көретін боласыздар. Бұл салатты жасау үшін ет, тұздалған қияр және пияз қажет. Мінекей етімізді алдыменен осылай ұзынша әрі жіңішке етіп турап аламыз. Әсіресе асығып тұрған кезде, таңертең жұмысқа баратын кезде, немесе кешке жұмыстан келген кезде бір тіске басар, бір салат болса, әрі өзі тез дайындалатын деп ойласаңыздар, осы салатты жасасаңыздар болады. Етті турағаннан кейін қиярды осылай кесіп алып, ұзынша етіп, ұзынша жіңішке етіп кесіп шығамыз. Сөйтіп, әрбір кескен затымызды осылай тарелкелерге салып жинақтап қоямыз. Пиязымызды ұзын сақина етіп, жартылай сақина етіп турап шығамыз осылай. Өте оңай, тез жасалатын салат. Осы үш затты ғана тез-тез осылайша тез-тез турап шығасыз да. Одан кейін соңында майға пиязбенен сарымсақты кішкене ғана бір шыж-бұж еткізіп қуырып жібересіз да. Осы салаттың үстіне құйып араластырып жібересіз. Сонда болды. Аз ғана бір 5-6 минуттың ішінде сіздің салатыңыз дайын болады. Өте асығып тұрған кезде тез дайындалатын әрі дәмді салаттың түрі. Мінекей сарымсақты да ұсақтап турап қойдым. Мінекей осы үш заттан ғана жасаймыз. Ет, тұздалған қияр және пияз. Қызып тұрған отқа табамызды қойып май құямыз. Сосын 2 лавр жапырағын тастаймын. Дәмін кіргізу үшін кішкене қара бұрыш себелейміз майға, күйіп тұрған майға, қызып тұрған. Одан кейін сарымсағымызды салып жібереміз. Сөйтіп кішкене шыж-бұж еткізіп, оның үстіне қазір пиязымызды саламыз. Аса көп қуырмаймыз, кішкене ғана шыж-бұж етіп қуырып, дайын салатымыздың үстіне құйып араластыратын боламыз. Мінекей біздің пиязымыз да дайын болды. Енді үлкен бір ыдысқа барлығын жинақтап саламыз. Етті салдым, тұздалған қиярды салдым. Оның үстіне жаңа қуырылған пиязымызды саламыз. Сөйтіп, бәрін жақсылап араластырамыз. Егер тұзы кемдеу болса, кішкене тұз қосып жібереміз, дәмін көріп. Мінекей біздің салатымыз дайын болып қалды. Дайындап болғаннан кейін бір жарты сағатқа, 1 сағатқа тоңазытқышқа салып қойсаңыз, жаңа қосқан қоспалардың бәрінің, дәмдеуштердің бәрінің дәмі шығып, әдемі болып қалады. Өте дәмді болып қалады. Мінекей осылайша салып, дастарханға алып бара берсеңіздер болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.